Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздерге сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Көксу аудандық филиалының меңгерушісі Олжас Кенжебекұлы Қойшыбеков. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы отбасы мәселелері. Грамматикалық тақырыбымыз қимыл есімі. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Артық, ақша шашу, әдет, бекер, есептеу, жинау, жөндеу, жанармай, жоспарлау, жалақы, айлық, күнделікті, кіріс, қателік, қарыз, қаражат, құмар, құпия, қалай болса солай жұмсау, несие, нарық, пайда, пайыз, төлем, түбіртек, талап ету, табыс, танымал, үнемі, шығын, ынта. Бірінші тапсырма. Сәйкестендіріңіз. Тексеріңіз. Ата-ананы құрметтеу, мәселені шешу, мақтан тұту, бойға сіңіру, ізіңді басар мұрагер, парасатты адам, бала тәрбиелеу, тату отбасы. Екінші тапсырма. Дұрыс нұсқаны таңдаңыз. Тексеріңіз. Жаңа істі бастар алдында нақты жоспарлар құру керек. Жұмыс іздемес бұрын түйіндеме дайындау қажет. Ақшаны жұмсар алдында ойлану керек. Кез келген затты сатып алмас бұрын оның бағасы емес, сапасына қарау керек. Ұйықтар алдында бал қосылған сүт ішу денсаулық үшін пайдалы. Үшінші тапсырма. Тиісті сөздерді қойып, сөйлемді толықтырыңыз. Мысалы, мен ақшамды ылғи үнемдеймін. Тексеріңіз.
Мен ақшамды ылғи үнемдеймін. Шығындарымды үнемі есептеймін. Олар демалысын өздері жоспарлайды. Ақша жұмсау үлкен өнер. Отбасы бюджетін жоспарлайсыз ба? Дүкенде касса түбіртегін талап етемін. Болашаққа артық қор жинау керек. Уақытша шығындарды есептеген дұрыс. Төртінші тапсырма. Мәтінді оқыңыз. Отбасы бюджетін сауатты жоспарлай аласыз ба? Отбасылық бюджетті сауатты жоспарлау үлкен өнер. Осыны меңгерсеңіз, ақшаңызды үнемдейсіз, және артық қорда жинай аласыз. Ендеше қаражатты болудың құпиясы неде? Адамның қанша ақша алатыны емес, келесі жалақыға дейін қанша ақша қалатыны маңызды. Тапқан табысты есеппен жұмсауды сараңдық деп ойлау қателік. Еңбекпен тапқан қаражатты қалай болса, солай жұмсауға болмайды. Демек, ақшаны шаша бермей, оны дұрыс ұстауға үйреніңіз. Мысалы, шет мемлекеттерде отбасылық бюджетті сауатты жоспарлауды, ақшаны үнемдеуді арнайы оқытып, балаларды жастайынан тәрбиелейді. Ақшаны үнемдей алмаудың басты себебі ақшамызды ойланбай жұмсау және өзімізге пайдасы аз нәрселерді алуда. Қажет емес заттарды артық алып, керісінше қажеттісін алуды ұмытып кетіп жатамыз. Сонымен отбасы бюджетін жоспарлағанда, бірінші, шығындарыңызды есептеңіз. Мысалы, шығынның екі түрі болады. Біріншісі қажетті шығындар. Олар күнделікті азық-түлік, коммуналдық төлемдер, жалақы, жанармай ақысы, киім-кешек алу, тағы басқа. Екіншісі уақытша шығындар. Олар аяқ киім немесе көлік жөндеу, несие, қарыз, туысқандарға сыйлық алу, туған күнге бару, тағы басқа. Екінші, күнделікті кететін шығындарды үнемі жазып жүріңіз. Мысалы, бір айда қанша теңгеге азық-түлік алатыныңызды білмесеңіз, бір ай уақытыңызды оны анықтауға арнаңыз. Үшінші, дүкендерден азық-түлік алған сайын оның түбіртектерін жинаңыз. Осылар арқылы азық-түлікке жұмсалатын қаражатты анықтай аласыз. Яғни, әрбір шығынды осылай есептейтін болсаңыз, ақшаны неге көп жұмсайтыныңыз анықталады. Болашақта жұмсайтын қаражатыңыздың нақты жоспарлаңыз. Мысалы, демалысқа бару, көңіл көтеру, концертке бару, дәмхана, мейрамхана, тағы басқа. Бұл жағдайларда нақты қанша ақша жұмсайтыныңызды білгеніңіз дұрыс. Жалақыңыздың немесе тапқан табысыңыздың белгілі бір пайызын жинап отырыңыз. Ең бастысы, ақшаны тек жақсылыққа, қайырымдылыққа, қуанышты күндерге жинаңыз. Көптеген адамдар жалақы алғанда бірден дүкен аралауға құмар. Психологтар осы әдеттен бас тартуға шақырады. Жалақыңызды алысымен ешқайда бұрылмай, тура үйіңізге тартыңыз. Осы кеңестерді пайдалансаңыз, ақшаңыздың үнемделгенін көріп, таң қалатын боласыз. Бесінші тапсырма. Мәтіннің мазмұнына сәйкес келмейтін үш ойды табыңыз. Қалтаңызда ақша ұстаудан бастаңыз. Ай сайынғы табысыңыздың 10%-ын сақтаңыз. Шығындарыңызға бақылауда болсын. Ақшаларыңыздың көбеюін қамтамасыз етіңіз. Жинаған ақшаңызды босқа шашудан сақтаныңыз. Сатып алған затыңыз үйіңізге тек табыс әкелетін болсын. Болашақта табыс табудың жолын қарастырыңыз.
Жоспарды айларға немесе жылдарға жасаңыз. Ал тексеріңіз. Бүгінгі біздің сабағымыздың грамматикалық тақырыбы қимыл есімі. Қимыл есімі тұйық етістік. Іс-әрекеттің өзі емес, сол әрекеттің атауы ретінде қолданылатын етістіктің ерекше түрі. Шақтық мағынада қолданылмайды. Қимыл есімі у жұрнағы арқылы жасалады. Әрекеттің атауы ретінде қолданылады және есімдерше түрленеді. Мысалы, ақша үнемдеу үлкен өнер. Үйге қайтуға рұқсат берілді. Сіз дәрігерге отбасыңызбен баруыңыз керек. Сізден құжатты тиянақты толтыруыңызды сұраймыз. Қимыл есіміне көптік жалғауы жалғанса, одан кейін тәуелдік жалғауы жалғанып қолданылады. Сендердің кітапты мұқият оқуларың керек. Қимыл есімі зат есім сияқты септеледі, тәуелденеді, бірақ жіктелмейді. Септелуі атау септік, бару, сөйлеу, ілік септік, барудың, сөйлеудің, бар септік, баруды, сөйлеуді, табыс септік, баруға, сөйлеуге, жат септік, баруда, сөйлеуде, шығыс септік, барудан, сөйлеуден, көмектес септік, барумен, сөйлеумен. Тәуелденуі жекеше. Мен келуім, баруым, сенің келуің, баруың, сіздің келуіңіз, баруыңыз, оның келуі, баруы. Көпше, біздің келуіміз, баруымыз, сендердің келулерің, баруларың, сіздердің келулеріңіз, баруларыңыз, олардың келулері, барулары. 6-шы тапсырма. Әр жолдан бір артық сөзді сызып тастаңыз. Себебін түсіндіріңіз. Тексеріңіз. Оқу, үйрену, жазу, артық сөз кіру. Бару, келу, шығу, артық сөз табыс табу. Отыру, тұру, жүру, артық сөз мақтан тұту. Ақша жұмсау, жинау, сақтау, артық сөз көру. Тәрбиелеу, сыйлау, құрметтеу, артық сөз ақша шашу. Мақтан тұту, құрметтеу, сыйлау, артық сөз ішу. Жоспарлау, үнемдеу, табыстау, артық сөз есептеу. Үйлену, тұрмысқа шығу, отағасы болу, артық сөз айналысу. 7-ші тапсырма. Тиісті сөздерді қойып, сөйлемді толықтырыңыз. Мысалы, спортпен айналысу денсаулыққа пайдалы. Тексеріңіз.
Спортпен айналысу денсаулыққа пайдалы. Қара шаңырақ иесі болу оңай емес. Ақша жинау жақсы әдет. Тауға автобуспен бару қиын. Отбасы бюджетін жоспарлау керек. Азық-түлік сатып алу шығын емес. Қазақ тілін үйрену онша қиын емес. Жаман әдеттен бас тарту керек. Мамандық таңдау жауапты іс. Ақшаны есептеу сараңдық деп ойлау қателік. Үй тапсырмасы. Суреттегі заттардың қайсы отбасылық бюджетке шығын әкеледі деп ойлайсыз? Нақты дәлелдер келтіріп, себебін жазыңыз. Кем дегенде 3 себеп болуы тиіс. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.